алта тұрап, әсем табиғат. Жаратушының адамзатқа берген аманаты. Бабаның балаға қалдырған мұрасы. Оны сақтап, кейінгі ұрпаққа жеткізу біздің басты мақсатымыз. Адамның айуаннан айырмашылығы саналығында, ойы, рухы, тән тазалығы мен қоршаған ортаға қамқорлығында. Алайда, жер ананың бүгінгі жай күйі көңіл көншітер емес. Жаратушының әсем туындысын ластап, қоршаған ортаға бей-жай қарап келеміз. Соның салдарынан туған жердің өзен көлдеріне, тіршілік атауына зор зиян келтіріп жатырмыз. Бұл менің, сенің, жалпы біздің табиғатқа жасап жатқан қиянатымыз. Біз, адамдар, өзіміздің немқұрайлы әрекетіміздің салдарынан туған жерімізді осындай күйге жеткіздік. Кейде ақылдымын, күштімін, баймын деп өзіңді басқалардан жоғары санайсың. Бірақ қарапайым жерде жатқан қоқысты алуға ерінесің. Тіпті өзің сол қалдықты қалдырып кететініңді ескеретін болсаң, сенің біліміңнің, мәдениеттілігіңнің құны 5 тиын екенін ұмытпа. Иманыңның жартысы болған тазалыққа сенен басқа ешкім жауапты емес. Табиғатқа қамқор болу, ол өзіңе және болашағыңа қамқор болу. Адам өзін, өз әрекеттерін түзетпейінше, жаратушы оның өмірін өзгертпейді. Сондықтан адамзатты өзгертуге талпынғанша, өзгерісті ең бірінші өзіңнен баста. Санаңды серпілту, айналаны таза ұстау, адамдық қасиетің һәм азаматтық борышың.